Қайырлы күн оқушылар. Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сендер жазбаша түрде қалдықпен бөлу алгоритмін қолдануды үйренесіңдер. 2005 жылы Алматы қаласында математика және физика пәндерінен оқушыларға арналған бірінші халықаралық Жәутіков олимпиадасы өткізілді. Бірінші тапсырма бойынша бөліндінің мәні мен қалдықты ата. Барлық қалдықтардың қосындысын тап. Сонда сен халықаралық олимпиадаға қатысу үшін әлемнің қанша елінен оқушылар жиналғанын білетін боласыңдар. Екінші тапсырмада қалдықпен бөлудің қалай орындалғанына қараймыз. Жазбаша түрде қалдықпен бөлу алгоритмін дәптерге орындап жазамыз. Ең бірінші, бөлінгіш 247, бөлгіш 2, бірінші толымсыз бөлінгіш 200-дік. Бөліндіде 3 цифр болады. Жүздік, ондық, бірлік. Ең алдымен жүздіктерді бөлеміз. 2 мен 2-ның бөліндісі 1-ге тең. Бөліндіге 1 санын жазамыз. Екінші ондықтарды бөлеміз. 4 пен 2-ның бөліндісі 2-ге тең. Бөліндіге 2 санын жазамыз. Үшінші бірліктерді бөлеміз. 7 мен 2-ның бөліндісі 3-ге тең. Қанша бірлік бөлініп, қаншасы қалғанын тексереміз. 7 мен 6-ның айырмасы 1-ге тең. Бір бірлік қалды. 1 кем 2-ден. Бөліндіге 3, 1 қалдық деп жазамыз. Жауабы 123, қалдық 1. Балалар, ескерту. Егер бөлу амалын орындаған кезде қалдық қалса, оны бөлгішпен салыстыру қажет. Қалдықпен бөлуді қалай тексеретініңді есіңе түсіріңдер. Оқулықтағы 3-ші тапсырма бойынша қалдықпен бөлуді орындаймыз. Және де есептеуді тексереміз. Төртінші тапсырма. Есепті шығар. А нұсқасы. 360 теңгеге бірдей 4 ашық хат сатып алынды. 810 теңгеге осындай қанша ашық хат сатып алуға болады? Балалар, мәтін есебін мұқият оқимыз. Сұрағына назар аударайық. Дәптерге мысалды жазайық. Есептің шешуі 810 бөлу жақша ішінде 360 пен 4-дің бөліндісі тең 9-ға. Сонда жауабы балалар 810 теңгеге осындай 9 ашық хат сатып алуға болады екен. Бесінші тапсырма. Есептер шығарамыз. А нұсқасында дүкенде 12 қорап түрлі түсті қарындаш және одан 3 есе артық жай қарындаш сатылды. Барлығы қанша қорап қарындаш сатылды?
дәптерге орындаймыз. Есептің шешуі 12 қосу жақша ішінде 12 мен 3-тің көбейтіндісі тең 48-ге. Сонда балалар, есептің жауабы барлығы 48 қорап қарындаш сатылған. 7-ші тапсырмада тік төртбұрыш сыз, оны 2 тік бұрышты үш бұрышқа бөл. Үш бұрыштардың ауданын есептейміз. Балалар, сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінгендерің бірінші фигураны таңдаймыз. Түсіндім, сұрақтарым бар дегендерің. Нақты түсіндім дегендеріңіз екінші фигураны таңдаймыз. Жан жақты түсіндім дегендеріңіз үшінші фигураны таңдаймыз.